Менің сұрағым еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министріне арналады. Әлеуметтік мәдени даму комитеті республикалық бюджетті қалыптастыруда мүгедектігі бар адамдарға арналған жәрдемақыны арттыру үшін қосымша қаражат бөлу қажеттігі туралы мәселені үнемі көтереді. Сәйкесінше бізге де хаттар, өтініштер өте көп келеді. Бұл мәселе шешімін таппай отыр өкінішке қарай. Үкімет өз жауабында осы мәселені қаржылық экономикалық ахуал жақсарғаннан кейін қайта қарастыруды ұсынады. Алайда бюджеттің атқарылу жөніндегі есепті қараған кезде жыл сайын сіздің министрліктің шығындары айтарлықтай түзелетініне куә боламыз. Бұл негізінен 0,27, яғни азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу бюджеттік бағдарламасы бойынша орын алуда. Мысалы 2023 жылдың қорытындысы бойынша бұл бағдарлама 25,7 миллиард теңгеге қысқартылды. Ал енді ағымдағы жылда осындай жағдай қайталанып отыр. Сіздердің ауызша берген ақпараттарыңыз бойынша бұл сома 69,3 миллиардқа түзетілді. Сондықтан Светлана Қабыкенқызы, мынаны түсіндіріп беріңізші, неліктен сіздің министрлік зейнетақы мен жәрдемақы төлеуге арналған шығыстарды жыл сайын өзгертуге әуес? Одан кейін министрлік бюджетінде үнемі резерв болатыны белгілі. Осыған орай мүгедектігі бар жандарға жәрдемақыларын қашан ұлғайтпақ ойларыңыз бар ма? Жалпы жоспарда бар ма? Рахмет. Халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Қабыкенқызына сұраққа жауап беріңіз. Сұрағыңызға рахмет. Дәулет Төлеутайұлы, негізі өзіміздің жұмысымызда ең басты мақсат ол қазақстандықтардың әл ауқатын арттыру біріншіден. Сондықтан өздеріңіздің алдарыңызда біз айтқан болатынбыз. Цифровизация, трансформация, оптимизация арқылы біз жаңа тәсілдермен сіздерге жаңа инициативалармен келесі жылдың шілдесінде келеміз деп. Сондықтан бұл бірінші этапы. Мы в соответствии с взятым курсом на полностью трансформацию системы социального обслуживания и социального обеспечения через цифровизацию, трансформацию и оптимизацию излишних дублирующих функций приступили к этой работе. Разработали актуарную модель прогнозирования социальных обязательств. Исключили человеческий фактор в принятии решений. Пресекли ряд мошеннических схем, позволяющих получать выплаты за счет поддельных документов, завышение доходов, завышение показателей по трудовому стажу и так далее. Поэтому эта экономия как раз-таки исполнение своих прямых обязательств по целевому использованию народных денег. Это деньги добросовестных налогоплательщиков, то, что мы возвращаем в бюджет. Следующий этап уже будет как раз-таки улучшение качества жизни всех категорий. При этом на портале открытого бюджета вы можете ознакомиться с нашей заявкой, где мы даем заявки на повышение качества жизни отдельных категорий граждан. Это и получатели специальных государственных пособий, специальные выплаты для категорий работающих во вредных условиях труда. То есть были инициативы. Но учитывая возможности бюджета, решение республиканской комиссии, было принято решение вернуть эти деньги в бюджет. Я думаю, что на следующем этапе уже будут иные предложения. Спасибо.